бастаймыз. Орнымыздан тұра қойайық. Қазір біздер әркім пән оқушы өзінің жақсы бір жағын сипаттап айтады. Бір сөзбен бір айтып шығады, иә? Мен инновативный. Мен математиканы жақсы оқимын. Мен орысты жақсы. Дастан шығады. Мен шыдамын. Мен футболда қатты ойнаймын. Мен азаматпын. Жақсы, тамаша. Отырайын да. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жылу өткізгіштікті қалай қолданады. Өткен сабақта біздер оның бастап жылу өткізгіштік ұғымымен танысып кетіп. Сабағымыздағы 5Т ережесімен танысып кетейік. Кім біледі? Айтамыз. Тәртіп, тазалық, тыныштық, талап, татулық. Яғни осылардың барлығы бізде сабағымызда болу керек екен, жұмысымыз кезінде. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты. Осы сабақтан, бүгінгі сабақта біздер нені түсінеміз, нені үйренеміз. Қарай, жылу өткізгіштік қасиеті туралы білу, жылуды өткізу қасиетіне қарай заттардың қолдануымен танысу. Бүгінгі сабағымызда әртүрлі тапсырмалар орындап, тәжірибе жасап, жылу өткізгіштік қасиеті туралы білетін боламыз. Суреттерге қарайық. Суретте не бейнеленген? Сұрақтарға жауап берейік. Жәнекер. Ыдыс аяқтар. Бұл ыдыс аяқтар неден жасалған? Алюминийден. Алюминий дегеніміз не ол? Темір ма? Металл. Металдан жасалған. Жақсы отыра ғой. Әртүрлі металдан жасалған. Ыдыстардың негізгі бөлігі металдардан жасалған. Ал тұтқасы ше? Тұтқалары неден жасалған? Қандай материалдардан жасалған? Пластик. Пластиктен, тағы неден? Ағаштан жасалған, жақсы. Ал неліктен? Қалай ойлаймыз? Неліктен? Бейбарыс? Себебі оны адамдар ұстаған кезде қолдары күйіп қалмау үшін. Күйіп қалмау үшін, жақсы, дұрыс айтасың. Күйіп қалмау үшін. Ал мына жерде қазанның тұтқасы темірден, күйіп қалмау үшін біздер немен ұстаймыз оны? Қалай ұстаймыз? Орамалмен ұстаймыз, дұрыс айтасың. Отыра ғой. Ал не себепті біз ағашты, орамалмен темірді ұстаймыз, пластиктен тұтқасын жасағанбыз? Темірмен ағаштың қандай айырмашылығы бар? Темір отқа қатты қызметті қызады, тез ысиды, өте жақсы. Отыра ғой. Ал балалар, тақтаға қарайық. Біздер осы бүгінгі сабағымыздың тақырыбын жақсылап түсіну үшін тәжірибе жұмысымен айналысамыз. Тәжірибе жұмысын зерттеуді жүргізген кезде оның кезеңдері бар, зерттеудің сұрағын дайындаймыз, сұрақ қоямыз. Содан екіншісі, зерттеуге қажетті құрал-жабдықтарды жинақтаймыз, зерттеуге қажетті құрал-жабдықтарымызды дайындап қоямыз, дайындап аламыз. Зерттеу жұмысының өзін жүргіземіз, зерттеу жұмысының барысын танысамыз, көреміз, кітапта ол бар. Зерттеу нәтижесін қорытындылап, қағазға, дәптерімізге жазып қоямыз, және оны ауызша айтып береміз. Ал қазір бұл құралдарды қарап шығайық. Таратылды, алдарына қағаз берілді. Осы қағазда зерттеу сұрағына орын қалдырған, зерттеу сұрағын құрастырамыз, жазамыз, және зерттеудің барысы сипатталып көрсетілген. Соған сәйкес зерттеудің қадамдарын орындап отырып, зерттеуді жүргіземіз, тәжірибемізді жүргіземіз. Және мына жерде кесте берілген, қарап отырайық кестеге. Кесте берілген, сол кестеге жазып отырамыз. Өлшеулер жүргіземіз, алдымыздағы термометр арқылы өлшеу жүргізіп, температураларын жазып отырамыз. Және ең соңында мына жерде бос орынға зерттеуіміздің қорытындысын жазамыз. Қорытындыны
өз сөзімізбен жазуға болады. Және соңында орысша айтып кетеміз. Жақсы ма? Мына үлкен стақан мен кіші стақанды аламыз. Үлкен стақанның ішіне берілген материалды таңдап саламыз да, кіші стақан мен үлкен стақанның ернеуі бірдей деңгейде тұру керек. Содан кейін кіші стақанның ішіне ыстық суды құямыз да, бетін салғанмен жауып қоямыз. Содан кейін кішкене ғана тесік жасап, сол жерден термометрді салып өлшейміз. Өлшеуді жүргіземіз. Мұқият боламыз. Әжемемізді бастайық, зерттеу жұмысын бастайық. Температураны жазып болса, бастапқы температураны жазып болса, келесі температураны жазғанға дейін 2 минутымыз бар, иә? Оған дейін біздер қосымша тапсырма орындай берейік. Математикалық карталар тапсырмалар ала береді. Ыстық су құйылған ыдысқа ағаш, шыны, темір таяқшалар 5 минутқа салынған. Сәйкесінше заттардың жылу өткізгіштігін кестеге жазу керек. Жылуды өткізбейді, жылу өткізгіштігі төмен, жылу өткізгіштігі жақсы деген жазу солардың белгілеп отырамыз. Қай материал, қай зат қалай өткізеді жылуды. Ал тапсырманы орындап болса, кім қалай белгіледі? Айта ғой. Шыны жылу өткізгіші төмен, ал ағаш болса жылуды өткізбейді. Темірдің жылу өткізгіші жақсы. Жақсы, дұрыс, отыра ғой. Бәрімізде осындай ма? Егер қатеміз болса, ұпай санын шегеріп отырамыз, иә? Ұпай саны тапсырмаларында көрсетілген.
Шығарайық. Бірінші топ. Айта ғой. Тәжірибенің басында бізде 63 градус болды. Ал минуттан кейін бізде 57 градусқа түсті. Қандай қорытынды шығардыңдар? Біздің қорытындымыз мақта жылуды жақсы өткізеді. Келесі топ. Айта ғой. Тәжірибенің басында 65 градус болды. 2 минуттан кейін 60 градус болды. 5 минуттан кейін 59, ал 7 минуттан кейін 56 градус болды. Газет жылуды жақсы өткізбейді. Келесі топ. Тәжірибенің басында 63 градус болды, ал нәтижесінде 58 градус болды. Бізде пайда нашар өткізеді. Нашар өткізеді деп ойлайсыңдар, иә? Жақсы. Ал отыра ғой. Біздер әртүрлі заттарды жылу өткізгіштігін өлшедік. Фольганың соңында өлшеген температурасы фольга қандай көрсетті? 58. Иә. Ал мақта қандай температураны көрсетті? 57. Ал газет 56. Қандай қорытынды шығарамыз? Кім айтқысы келеді? Қай зат жылуды жақсы өткізеді, ал қай зат жылуды нашар өткізеді? Иә, айта ғой. Газет жылуды нашар жақсы өткізеді. Ал пайда жылуды Басқаларына қарағанда жылуды нашар өткізеді екен. Оны қайдан білдік? Себебі оның температурасы, соңғы температурасы жоғары болып тұр екен, иә? Сондықтан жылуды нашар өткізеді екен. Рахмет, отырады. Келесі тапсырмамыз жылу өткізгіштігін белгілеуіміз керек. Қай заттар жылуды жақсы өткізетін? 6 сурет берілген. Сол 6 суреттің ішінен заттардан жылуды жақсы өткізетін үшеуін тауып белгілеуіміз қажет. Тапсырмаларды ала қояйық. Ал балалар тапсырманы орындап болса, тапсыра қояйық. Үшінші топ айтып қояйық. Тапсырмаларымызға абай айтып қояйық. Қазір бізде топтық жұмыс. Әр топқа әртүрлі тапсырма беріледі. Барлығында жылу өткізгіштік қасиетіне байланысты. Бірінші топқа бұл бізде термос. Термостың суретін қарап, жылу өткізгіштігі туралы қорытынды жасауымыз керек. Келесі сұрақтарға жауап беруіміз керек. Жылу өткізгіштікке байланысты екенін ұмытпаймыз. Бұл жерде қандай зат жылу өткізгіштігі мысал болып тұрғанын көрсетеміз. Және келесі. Бұл керісінше жылуды жақсы өткізу туралы, иә? Осыны қорытындылап, әр топтан бір оқушы түсіндіріп берсін. Вакуум жылуды өткізбейді. Сондықтан оның ішіне Суық зат құйса, суық күйінде. Ал егер ыстық зат құйсаңшы? Суымай? Рахмет. Келесі. Жануарлар суық жақтарда олар қалай шыдайды? Олар Денесінде? Денесінде? Иә? Денесінде не бар? денесінде оларда май бар. Ол май оны тоңып қалмау үшін қорғайды. Ол май не істейді? Жылуды Нашар өткізеді. өткізеді. Жақсы. Отыра ғой. Келесі топ. Темір жылуды жақсы өткізеді. Сол себепті құбырларды темірден жасайды. Құбырларда ыстық
сабағымыздың соңында тек байланысты орнату. Алдымызда рефлексия, графиктер. Көңіл күйіңді қызыл түспен белгілеуіміз керек. Біздер жақында графиктерді өткен едік. Графикті салуды білеміз. Қызыл түспен көңіл күйімізді көрсетеміз. Сабақтағы белсенділігімізді сары түспен көрсетеміз. Және көк түспен жаңа тақырыпты қалай меңгергендігімізді көрсетеміз. 100-ге дейінгі шкала көрсетілген. Осы шкалада